ата-аналар, бүгін өзіміздің шағын ғана зерттеуімізді бастайық деп отырмыз. Зерттеудің тақырыбы 4 түлік мал. 4 түлік малдың ішінде қой туралы қазір айтамыз. Ал енді Ерке, өзің мал туралы осы 4 түлік малдың ішінде қой туралы айтамызшы? Мал өсірсе, қой өсір. Өнімі оны көп болар. Кисе киім ішің ас, әтезе мұндай табылмас. Қойдың бірі шопан ата, қойды пүшет деп шақырады. Қойдың төлі қозы. Қазақстанда өсірілген қой түрлері арқар мүйіз, алтай қойы. Етін асқып жеп, терісі мен жүнін пайдаға асырған. Сымбат, енді бүгін біздің міне осы зерттеуімізде осы қой мүшелерінің ішінде осы қойдың мүшелері туралы өзіңіз ой пікіріңізді айтып кетсеңіз. Қазіргі қойдың әр мүшесі сыйлы кәде болып саналады. Сойылған қойдың басы сыйлы қонақтарға тартылған. Жаңағы қойдың мойны дүниеге бала келіп жатқанда шілдехана жасалынады. Алдымен жас босанған әйел ауыз тиеді, қалған әйелдер қолмен үзіп, етін бөлмей тазалап жейді. Қалғаны сүйегін босағаға іліп қояды, баланың ойыны тез қатсын деп. Жаңағы жіліктері, асықты жілікті алсақ, қойдың асықты жілігінен бірінші асық алынған, асықты жаңағы балалардың қанталапай ойындарына пайдаланған екен. Ал асықтың өзінің басын жаңағы бесіктің бір жабдығы ретінде, шүмегі ретінде ортасын тесіп пайдаланға асырған екен. Содан кейін тағы да бір қойдың мүшесі жауырынды тазалап жеп болған соң ортасын кертіп, бұл жаңағы жолаушылардың жолы болсын деп ырымдаған екен. Қандай керемет. Қойдың жүндерінің түрі болады. Жабағы жүні, қозы жүні, күзем жүні. Жаңағы жабағы жүні иірімге келгендіктен бұны түтіп, иіріп, жаңағы тоқыма бұйымдар жасалған. Ал жаңағы қозы жүнін тек қана иірімге келмегендіктен көрпе, жасық жасалған. Ал күзем жүнінен жаңағы киіз басқан, текемет басқан, жаңағы жүндерді жуып, тазалап, жаңағы бояп өзіне текеметтер жасалған. Ал енді осы қойдың жүнінің пайдасын айтқым келіп тұр. Бұрынғы кезде мысалы дәрі-дәрмек болмаған ғой мысалы. Сол кезде мысалы біздің ата-бабаларымыз жарақаттанған кезде осы қойдың жүнін жағып, осы жаққан кезде бұлда йод пайда болған екен. Сол йодты жәнегі жаралы жерге жауынгерлер өздерінің осы жәнегі қандарын тоқтатқан екен. Сонда қарап тұрсаңыз қандай керемет. Мына қойдың жүнінің өзінің қаншалықты қасиеті бар екен. Жаңағы текемет, сырмақ жасаған кезде түрі әдемі болсын деп, жаңағы жүндерді әртүрлі түске бояған екен. Ендеше біз шағын ғана кішкентай зерттеуімізді бастайық. Қайда Ерке, Мақсат, қайда құйыңдаршы қандай түсі шығады екен. Мына неге жоқ, мынаған құйығы. Құй. Ал араластыр. Қандай түс шықты? Жасыл, керемет. Алдында қандай түс болды? Алдында сары. Сонда балалар сары мен көкті қосса жасыл шығады екен, Ал енді қызыл мен сарыны қосса қандай түс шығады, Ерке? Қызғылт сары. Күлгін түс шығады екен. Ендеше біз мына жәнегі жүнімізді қане бояйық. Қандай керемет түс, Не бояп жатыр балалар? Жасыл сенікі күлгін түске бояп жатыр екен. Өте керемет, жақсы. Міне біздің бүгін жасыл жүн, қызыл, сарғыш түстеріміз боялып әдемі текемет жасауға дайын. Ал енді ата-аналар, бүгін жаңа біз қойдың еті туралы, енді міне сүті туралы айтайын деп отырмын, сүтті туралы осы қойдың. Енді қазір сендерге кішкене аздаған ғана бір зерттеу көрсетейін деп отырмын. Сендер ақырын ғана қараңдар, жарай ма? Қазір мен міне ақырын қазір зерттеу жасайып, сендер ақырын ғана байқап отырыңдар, артерия қолданамыз, балалардың зейінін, есте сақтауын, қабылдауын жақсартады. Көрші не байқалады екен, баса ғой. Қой, қандай не байқалды?
керемет суреттер. иә суреттер шығып жатыр қараңдаршы қандай геометриялық фигураға ұқсайды екен қараңдаршы Қандай түрі? қандай ерке жақсы иә неге ұқсайды неге ұқсап тұр қараңдаршы шеңберге тағы мынау қандай неге ұқсап тұр қараңдаршы иә қараңдаршы балалар қозғалыс пайда болды иә мынаны қараңдар әдемі бір қозғалыс пайда болды мақсат қарашы қозғалып жатыр ма сен қандай сиқыршысың керемет қандай қозғалыс қараңдаршы түрлі түсті неге ұқсайды жаңбыр жауып болса не шығады бізде аспанда қосақ иә кемпір қосаққа балалар біз жаңа қойдың етін жүнін сүтін бәрін зерттеу жасадық иә ал қазір біз сол қойдың жәнегі майынан зерттеу жасаймыз қазір сендер қарап отырыңдаршы мен сендерге қазір бір сиқыр көрсетемін қараңдаршы не байқайды екенсіңдер қараңдаршы қараңдаршы не байқалып жатыр керемет ой қандай керемет қараңдаршы не қозғалып жатыр ой не істеп жатыр мақсат қарашы не істеп жатыр не істеп жатыр не пайда болып жатыр көпіршіктер иә басында қандай болды үлкен енді қандай болып жатыр ой қандай қараңдаршы қандай сақ иә сақ шарлар иә неге ұқсайды екен мақсат қарашы неге ұқсап жатыр мынау қандай вулкан иә қандай керемет су астындағы бір керемет бір әлемді көрсетіп тұрған сияқты қараңдаршы не ол қараңдар көпіршіктер шығып жатыр иә керемет өте керемет жақсы қандай күшті бір табиғат бір бейне бір табиғатқа ұқсайды иә балалар судың астындағы иә қараңдаршы ұқсай ма қандай керемет иә қандай әдемі керемет енді қараңдаршы балалар сендердің алдарыңа екі сиқырлы ыдыс қойып отырмын осыны екеуін қазір түстері қандай болып тұр мына судың түстері қандай балалар сендердің алдарында екі сиқырлы ыдыс тұр қазір қолдарыңның алдыңдарда қазіргі түстері қандай болып тұр қараңдаршы түсі қандай судың ақ иә ал енді шайқаңдаршы қаттырақ шайқаңдар қаттырақ шайқа ой мақсат сен сиқыршы екенсің ғой қандай түс пайда болды қызыл өзіңнің жәнегі қазақтың ұлттық жилетіне ұқсайды екен ал сенікі еркеше сенің өзіңнің киіп отырған жилетіңнің түсіне камзолыңа ұқсайды екен қандай сендер екеуің сиқыршы екенсіңдер керемет пе қайда бір-біріне беріңдерші ауыстырыңдаршы иә керемет пе ой керемет қандай сиқыршысыңдар біздің ерке мен мақсат қандай зерттеуші жәнегі тап-таза мөлдір судан жәнегі біреуі көк түсті біреуі қызыл түсті бояу шығарды керемет ал енді балалар бүгін біз енді осы төрт түлік малдың ішінде қойдың мүшелерін олардың сүйектерін құйрық майын сүтін етін жүнін барлығына зерттеу жасадық балалар сендерге осы зерттеулердің ішінде қайсы ұнады ерке саған қай зерттеу ұнады айт иә сүттің бетіндегі иә қазақшасы қалай кемпір қосақ иә ұнады өте керемет саған осы ұнапты иә сүттің бетіндегі жәнегі кемпір қосақтың қандай әдемі бейнесі шыққаны ұнады ма саған иә ой жақсы ал мақсат саған не ұнады маймен иә қойдың маймен жасалған жәнегі әдемі мынандай қарашы міне зерттеу жасаған кезде ішінен не шықты иә вулкан шықты дейді өте керемет жаңа сендер екеулерің бірдей мына сиқырлы жәнегі ыдыстағы түсін қалай өзгерттіңдер керемет өзгерттіңдер иә балалар өте керемет жақсы бүгін сендерге осы зерттеулеріміз ұнады ма ұнады ал енді құрметті ата-аналар бүгін осы шағын ғана өзіміздің қазақтың жәнегі төрт түлік малдың және қойды зерттеп осы қойдың өзінің пайдасы медицинаға пайдасы бар екендігін және құйрық майдың осы коронавирус кезінде баланы және кішкентай 40-нан шыққанға дейін сол баланы майлап етін жеп сорпасын ішіп коронавирус кезінде өзіміз жәнегі емделіп терілеп мына қаншама осы сүтінен майынан зерттеулер жасап мына жүнінен текемет ол текеметтердің барлығын бояп соның әдіс тәсілдерін өздеріңіз көрсетіп жаттыңыздар сіздерге көп рахмет жәнегі тек қана осындай жақсылықта осындай наурыз мерекесінде жаңа жыл мерекесі құтты болсын ақ мол болсын ұлыс барлығы жақсы болсын деніміз сау болсын